Жұмыртқаға шым-шым тұзымызды салып, миксерлейтін боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменге жазып қалдыратын боламын. Қантты қоса отырып, миксерлейтін боламыз. Массамыз екіселеніп көбейгеннен кейін үстіне сүт құямыз. Араластыра отырып су майымызды қосамыз. Електегі ұнымызға қопсытқышты қосып, үстінен аз-аздан сала отырып араластырып отырамыз. Қопсытқыш пен ұнды жақсылап араластырып аламыз. Қоспамыздың үстіне макты шетінен аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Формамызға 2 бөлікке бөліп салып, духовкада 160 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әр пештің қызуы әр түрлі болғандықтан шпажкамен тексеріп алатын боламыз. Дайын болған бисквитімізді холодильникке пакетке орап, 2-3 сағат кемі қойғанымыз дұрыс. Бетін кесіп алып, 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сіздерге алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Кремін дайындауға творожный сыр, қант ұнтағын салып, аздап миксерлеп аламыз. Кремін дайындауға қосатын қоспалар салқын болғаны дұрыс. 33%-дан жоғары сливки қосатын боламыз. Миксердің күшін шетінен көбейте отырып, креміміз қоюланғанша араластырамыз. Подложкамызға аздаған кремді жағып, үстіне бисквиттарымызды орналастырып, тортты кальсонның ішінде жинаған өте ыңғайлы. Кремді салып, толықтай жан-жағына жағып шығамыз. Шетінен бисквитті салып, кремін жағып отырамыз. Қаласаңыздар, пропитка жасасаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Тортымызды толығымен жинап, холодильникке кемі 6-8 сағатқа қойып қойсақ, тортымыз бір қалыпты тегіс жиналатын болады. Сыртқы бөлігін ганажбен қаптап шықтым. Ганажды қалай дайындау керектігін алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Сілтемесін описанияға қалдыратын боламын.
Қарапайым креммен де қаптауға болады. Мен сыртын мастикамен қаптайтын болғандықтан ганашты пайдаландым. Жұмыртқаға шым-шым тұзды салып миксерлейміз. Қантты сала отырып миксердің күшін көбейтеміз. Дәл осындай массаға келгенше араластырамыз. Таза ыдысымызға какао, кофе, сүт, сұйық майымыз қосып, блендерлап аламыз. Екі қоспамызды бір-біріне біріктіре отырып, араластыратын боламыз. Онға разрыхителімізді қосып, араластырып, сұйық қоспамызға ұнымызды себелеп отырып, араластыратын боламыз. Сұйық қоспамызды бір жақ қатарға бір қалыпта араластырамыз. Формамызға екіге бөліп салып, духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіретін боламыз. Бисквитімізді піскеннен кейін суытып алып, пищевой пленкаға орап, холодильникке 4-5 сағатқа қоямыз. Бисквитіміздің ең үстіңгі бетін кесіп алып тастайтын боламыз. Бисквитіміздің ортасынан тағы бір бөлікке бөліп аламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бисквитімізді ортасынан кесіп, екі бөлікке бөліп аламыз. Кремін дайындауға творожный сыр, қант ұнтағы, 33%-дан жоғары сливки, барлығы салқын болуы қажет. Миксермен бір қалыпты қойылғанша миксерлейтін боламыз. Подложкаға кремді жағып, үстіне бисквитімізді қойып, кольцомызға жинайтын боламыз. Кремді тегістеп жағып шығамыз. Бисквитімізді үстіне қойып, кремімізді салып, дәл осы видеодағыдай қайталап тортымызды жинап шығатын боламыз.
Тортымыздың жан-жағын кольцомен қыса отырып тегістеп аламыз. Тортымызды холодильникке 5-6 сағат не болмаса бір күнге пищевой пленкамен бетін жауып қоямыз. 82%-дан жоғары үй температурасындағы сары майымызды массамыз еселеніп көбейгенше миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағын саламыз. Салқын творожный сырымызды қосамыз. Бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Тортымызға крем жағардың алдында жарты сағат морозильникке қойып алсақ, креміміз жақсы жағылатын болады. Бір қатар кремімізді жағып, морозильникке 15-20 минутқа қойып аламыз. Екінші қатар кремімізді жағып шығамыз. Тортымыздың сырты бір қалып тегістелгенше кремімізді жағып шығамыз. Торттың кремі бір қалыпқа келмей жатқан жағдайда морозильникке 10-15 минутқа қойып, кремді жағып тегістеп алсақ болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тортымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Жылы суға жылы сүтімізді, қантымызды қосып араластыратын боламыз. Тұз, ерітілген майымызды, ашытқыны қосып араластырамыз. Үйліктен өткізілген ұнымызды салып, нанымызды илейміз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Нанымыз қолға жауыспайтындай болуы қажет. Бетін жауып, нанымыз көтерілгенше 15-20 минутқа қоямыз. Нанымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Нанымыздың әр бөлігін дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Нанымызды бір-біріне жақындатып қойып, дәл осы видеодағыдай формаға келтіреміз.
Нанымыздың ең шеткі жақтарын бір-біріне біріктіретін боламыз. Пергамент қағазына нанымызды қойып аламыз. Нанның үстіңгі бөлігіне жұмыртқаның сарысына аздаған сүтімізді араластырып, бетіне толығымен жағып шығамыз. Бетіне күнжіт сеуіп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңызбен бетін әрлесеңіздер болады. Духовкада 160 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан қызарғанша пісіреміз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет, жасап көріңіздер. Үй температурасында сары май, қант, жұмыртқа, қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық қосатын қоспаны описанияға жазып қалдыратын боламын. Толығымен бір қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнды, қопсытқышты қосып, нанымызды илеп аламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Нанымыз қолымызға жабыспайтындай болуы қажет. Нанды 10 минуттай қойып, формамызға салып шығамыз. Формамыздың шеткі жақтарына нанымызды жаймалап шығарамыз. Вилканың көмегімен шет-шетін тегістеп алсақ болады. Ортасына қосатын қоспасын дайындаймыз. Творожный сыр, сүзбе, барлығын бір ыдысқа саламыз. Қант, 20% қаймақ, ванильді қант қосамыз. Жұмыртқа, какао. Шоколадымызды микроволновкаға ерітіп, салқындағаннан кейін барып қосатын боламыз. Блендермен бір қалыпқа келгенше араластырамыз. Кукуруз крахмалын қосамыз. 10 минуттай блендермен араластырамыз. Сұйық қоспамызды құйып, бетін қасықпен тегістеп, духовкада 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. 1-2 сағат холодильникке қоямыз. Өте дәмді болып шығады жасап. Жұмыртқаға шым-шым тұзды салып миксерлейміз. Қантты сала отырып, миксердің күшін көбейтеміз. Дәл осындай массаға келгенше араластырамыз.
Таза ыдысымызға какао, кофе, сүт, сұйық майымыз қосып, блендерлап аламыз. Екі қоспамызды бір-біріне біріктіре отырып, араластыратын боламыз. Онға разрыхителімізді қосып, араластырып, сұйық қоспамызға ұнымызды себелеп отырып, араластыратын боламыз. Сұйық қоспамызды бір жақ қатарға бір қалыпта араластырамыз. Формамызға екіге бөліп салып, духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіретін боламыз. Бисквитімізді піскеннен кейін суытып алып, пищевой пленкаға орап, холодильникке 4-5 сағатқа қоямыз. Бисквитіміздің ең үстіңгі бетін кесіп алып тастайтын боламыз. Бисквитіміздің ортасынан тағы бір бөлікке бөліп аламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бисквитімізді ортасынан кесіп, екі бөлікке бөліп аламыз. Кремін дайындауға творожный сыр, қант ұнтағы, 33%-дан жоғары сливки, барлығы салқын болуы қажет. Миксермен бір қалыпты қойылғанша миксерлейтін боламыз. Подложкаға кремді жағып, үстіне бисквитімізді қойып, кольцомызға жинайтын боламыз. Кремді тегістеп жағып шығамыз. Бисквитімізді үстіне қойып, кремімізді салып, дәл осы видеодағыдай қайталап тортымызды жинап шығатын боламыз. Тортымыздың жан-жағын кольцомен қыса отырып тегістеп аламыз. Тортымызды холодильникке 5-6 сағат, не болмаса бір күнге пищевой пленкамен бетін жауып қоямыз.
82%-дан жоғары үй температурасындағы сары майымызды массамыз еселеніп көбейгенше миксерлейтін боламыз. Қант ұнтағын саламыз. Салқын творожный сырымызды қосамыз. Бір қалыпты болғанша араластырып аламыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Тортымызға крем жағардың алдында жарты сағат морозильникке қойып алсақ, креміміз жақсы жағылатын болады. Бір қатар кремімізді жағып, морозильникке 15-20 минутқа қойып аламыз. Екінші қатар кремімізді жағып шығамыз. Тортымыздың сырты бір қалып тегістелгенше кремімізді жағып шығамыз. Торттың кремі бір қалыпқа келмей жатқан жағдайда морозильникке 10-15 минутқа қойып, кремді жағып тегістеп алсақ болады. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тортымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Жұмыртқа, сүт, тұз, қант, паприка қосамыз. Ұнға разрыхительді қосып, араластырып алып, сұйық қоспамызға қосатын боламыз. Барлық қосатын қоспаны описанияға жазып қалдыратын боламын. Толығымен араласқаннан кейін шұңқыр ыдысымызға құйып аламыз. Табамызға майымызды қыздырып, сосискеге шпажканы орналастырып, сұйық қоспамызға толығымен батырып алып, қызып тұрған майымызға қызарғанша пісіріп аламыз. Бір қалыпты қызарғанша жан-жағын аудара отырып майымызды пісіретін боламыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Балалардың сүйікті тағамдарының бірі өте оңай әрі тез дайындалады.
Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Етті үлкенірек, жіңішкелеу қылып турап алатын боламыз. Барлық қосатын қоспаларда описанияға жазып қалдыратын боламын. Қосатын қоспаларды турап дайындап алатын боламыз. Сәбізді 3-4 бөлікке бөліп турап аламыз. Пиязды жіңішкелеп тураймыз. Sarımsaқты өздеріңіздің қалауларыңызша турай бересіздер. Картошканы орташа көлемде турап аламыз. Отқа қазанымызды қойып, майымызды құйып аламыз. Қызған майымызға етті салып, араластырамыз. Орташа отта етімізді қуырып аламыз. Соевый соус қосамыз. Пиязды салып, араластырамыз. Біраз қуырылғаннан кейін сәбізді қосамыз. Қара, қызыл бұрыш. Тұзымызды салып, араластырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіш саламыз. Барлығын араластырып, бетін жауып, орташа отта 5-10 минуттай қойып қоямыз. Қыс мезгіліне дайындап, түрлі түсті бұрыштарымызды тоңазытқышқа қатырып қойған болатынмын, соны саламыз. Sarımsaқты салып, араластырамыз. Томат қосамыз. Картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз.
тамақтың бетін толығымен капустамен жауып шығамыз. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Толығымен жауып, қайнағаннан кейін астын басып, орташа отта 20-25 минутта пісіріп аламыз. Капустамызды табамыздың жан-жағына орналастырып, тағамды ортасына салып, үстіне көкөністер сеуіп шықтым. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағамымыз өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Салған қиярымызды жіңішкелеп турап аламыз. Барлық қосатын қоспаны описанияға жазып қалдыратын боламын. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Пиязды жіңішкелеп тураймыз. Алдын ала суға пісіріп алған қызылшамызды теркадан өткіземіз. Қияр, пияз, кукуруз, сарымсақты салып, барлығын араластырамыз. Оливковый май қосамыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Салатымыз өте оңай, әрі тез дайындалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сүтімізге жылы суымызды қосып, қант, тұз, ашытқымызды салып, араластыра отырып су майымызды қосамыз. Илектен өткізілген ұнымызды салып, нанымызды илеп аламыз. Қосатын қоспаларды описанияға жазып қалдыратын боламын. Нанымызды бір келкі етіп, қолға жабыспайтындай болғанша илейміз. Нанымыздың бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Нанымыз осылай көтерілуі қажет. Нанымызды бөлшектерге бөліп, бір бөлігін дәл осылай жаймалап, қажетті мөлшерде кесіп аламыз. Дәл осы видеодағыдай нанымызды домалақтап аламыз.
Суға піскен картошкамызды дайындап аламыз. Қызып тұрған табамызға сумайды қойып, ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды қосып араластырамыз. Қуырылған пиязды картошкамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Нанымызды домалақтап жайып аламыз. Картошканы салып, нанды бір-біріне біріктіреміз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Майымызды қыздырып алып, орташа отта пісіреміз. Қызара бастағанда екінші жағына аударамыз. Бір қалыпты қызарғаннан кейін майымыздан аламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер. Балықты жақсылап тазалап, жуып алып, дәл осылай кесіп шығамыз. Ең алдымен соусын дайындап аламыз. 4-5 ас қасық оливковый май құямыз. Қара қызыл бұрыш саламыз. 1 ас қасық паприка қосамыз. Балыққа арналған дәмдеуіш қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Балықтың жан-жағына, араларына толығымен жағып шығатын боламыз. Ішкі жақтарына да толығымен жағып шығамыз. Лимонның суын балықтың жан-жақтарын араларына құймалап шығамыз. 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Пиязды жіңішкелеп тураймыз.
Сәбізді де жіңішкелеп турап аламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Картошканы да жіңішкелеп турап аламыз. Екінші пиязымызды домалақтап турап аламыз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Отқа тавамызды қойып, қызып тұрған майымызға пиязымызды қуырамыз. Тұз саламыз. Қызыл, қара бұрышымызды салып араластырамыз. Паприка қосамыз. Сәбізді салып, жақсылап араластырамыз. Сарымсақ қосамыз. Картошкамызды салып, жақсылап араластырып, орташа отта 10-15 минуттай қойып қоямыз. Балықтың араларына сарымсақ салып шықтым. Балықтың ішкі жағынан домалақтанып туралған пияздарды салып шығамыз. Екінші қоспамызды балықтың жан-жағына жаймалап саламыз. Бетіне толығымен пергамент қағазын жауып, жан-жағын ауа өткізбейтіндей орап шығатын боламыз. Духовканың қызуына қарай мен 200 градуста 40 минутта пісіріп алдым. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағамның дәмі өте керемет, дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Жұмыртқаға қантты қосып, араластырып аламыз. Үй температурасындағы сары май, ұн, қопсытқышымызды қосып, нанымызды илеп алатын боламыз. Барлық қосатын қоспаны төменгі бөлікке описанияға жазып кететін боламын. Достар, видео сіздерге ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Нанды формамызға салып шығатын боламыз. Бетін әрлегенде нанның аздаған бөлігін алып алатын боламыз.
Ортаңғы бөлігіне алмадан жасалынған жем не болмаса варенье қоссаңыздар да болады. Ішін толығымен толтырып салып шығамыз. Үстіңгі бөлігіне алып қалған нанымызды дәл осы видеодағыдай крошка жасап бетіне сеуіп шығамыз. Духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына қарай пісіріп алатын боламыз. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пирогымыз өте дәмді. Піскен етімізді ұсақтап турап аламыз. Барлық қосатын қоспаларда описанияға жазып қалдыратын боламын. Алдын ала суға піскен картошкамызды ұсақтап тураймыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Алдын ала суға піскен жұмыртқамызды төрт бұрыштылап турап аламыз. Тарелкамызға домалақ кальцийімізді қойып, етімізді ішіне саламыз. Кальций болмаған жағдайда өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Майонезді бетіне толығымен жағып шығамыз. Жұмыртқаны саламыз. Майонезді толығымен жағып шығамыз. Бетіне картошкамызды салып, майонезбен жағып шығамыз. Теркадан өткізілген сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен бетін әрлесеңіздер болады. Мен грек жаңғағымен әрледім. Салатымыздың дәмі өте керемет. Жұмыртқаға қант қосып миксерлейтін боламыз. Дәл осындай массаға келгеннен кейін сары майымызды ерітіп қосатын боламыз. Шоколадымызды да ерітіп қосамыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Құрғақ қоспамызды елекке салып, 10 какао қопсытқышымызды қосып,
suyuq qo'shpamizga aralashtirib o'tirib mikserlaymiz. Do'stlar, video sizlarga yoqsa kanalimga like bosib tirkilib, qo'ng'iroq butoniga bosib qo'yingizlar. Ulkan qoshiqdan 2-3 qoshiq solib, dal o'sha videodagidek to'lig'imen jag'ib chiqamiz. Men paklan pergamentdan foydalanaman. Kalsiumning razmeri 22 cm. Duxovkamizning qizig'iga qaray 170 gradusda 7-10 minutda pishirib oladigan bo'lamiz. To'lig'imen pishirib olib, kremini tayyorlaymiz. Kremini tayyorlashga qo'shadigan qo'shmalarimiz salqin bo'lishi qajat. Tvorojniy sirg'a, qand untog'ini solib, yaxshilab mikserlaymiz. Salqin 33-35% slivki qo'shadigan bo'lamiz. Mikserimizning jildamdan chetini ko'paytib o'tirib, kremimizni qo'yilgancha aralashtiramiz. Kremning formasi dal o'sha videodagidek bir qalbga kelgandan keyin o'chirib bo'lamiz. Ko'rishlarimizni chetini jinaytib bo'lamiz. Tortimiz podложkaning ustidan sirg'ib ketmash uchun eng oldin krem jag'ib, ko'rishni podложkaning dal o'rtasiga qo'yib, betini to'lig'imen krem jag'ib chiqamiz. Kalsiyumimizni kiygizib, tortimizni jinaytib bo'lamiz. Chetki jaqlarini to'lig'imen kremini to'ldirib chiqamiz. Kelesi biskvitimizni solib, kremmen to'ldirib chiqamiz.
Тортымызды толық жинап, жан-жағын колесомызбен тегістеп, холодильникке 6 сағатқа бетін жауып қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен әрлеп аласыздар. Достар, тортымыздың дәмі өте керемет.